тыңдаушылар. Қазір сіздер клиникалық туалеттен сөйлеп тұрмыз. Бастығы болып, доктор болып, менің бүтін ғылыми жұмыстарымның барлығы осы народный медицина бойынша болған. Біз қазір менің ютубта каналым бар. Клиникалық туалет десеңіздер соған шығарып бардым. Мен бүтін народный медицина туралы сол жерде информация беремін. Бұл народный медицина біз Ибн методы бойынша давалаймыз. Бұл целый наука. Қазір біздің Қазақстанның халқы қирап жатыр. Екінің бірі давление, екінің бірі инсульт, екінің бірі сахар. Бәрі себебі тамақ неправильный питание. Именно адамдар қандай тамақ жеуді білмейді. Ең главный, ағза деген докторлар барса, жылқының етін ұра бер дейді. Жылқының етін нельзя. У кого давление, у кого қан қою, жылқының етін мүмкін емес. Почему? Потому что ол ыстық. Ыстық. Жылқының етін жесеңіз, қызисыз, жақсы жүресіз. Рацион өзгерту керек, бірінші очередь. Рацион өзгерсе, лекарстволар екінші орында тұрады. Бұл жерде қалай? Бізде бірінші орынға лекарстволар қойып қойған. Барады, қаяқта маған дәрілер, қымбат дәрілер дейді. Все неправильно. Бірінші рацион өзгерту керек. Потом желательно табиғи лекарстволар қойып керек. Шөп дәрілер. Біздің ата-бабаларымыз міне Ибн Синаны 18-ші ғасырға шейін бүтін Европа қабылдап келген. Бүтін Европа. 18-ден кейін мына европейский медицина шыққанда Ибн Синаны шетке түсіріп қойды. Біздің Ибн Сина медицинасын совет үкіметі уақытында история деп қабылдаған. А фактически 1000 жыл оны қабылдап келген. Қазір біз қайтадан соның бәрін жандандырып жатырмыз. Біздің бұның үшін үкіметімізде барлық нелер жаратылған. Қазір бізде специальный традиционный медицина уже ашылған. 91-ші жылы Түркістанда даже факультет болған. Факультет восточный медицина болған. Бізде қазір барлық возможностьтар бар. Тек қана бұны зерттеу керек, істеу керек, жүргізу керек. Мен соны үшін айтып жатырмын, қазір біздің өзіміздің сотруднигіміз, біздің қызымыз. Қазір өзіндегі результатты айтып бермекші. Просто, сіз бізге қашан келдіңіз жұмысқа? Августта келдіңіз, да? Сонда неше килограмм болған едіңіз? 113 килограмм болған. 113 килограмм. Бұл қарындасымыз біздің системаға түсті да, біздің дәрілерді ішті ол жерде. Қазір неше килограмм болдыңыз? Диета ұстап, 85 килограмм. 85 килограмм. Қазір осындай результат болды. Енді біздіге анау голодание емес біздіге дифференцированный диета білмаңыздар. Голодание жатады ол 10 күнде тастайды қайтадан вес таба алады. Біздіге ондай емес. Біздіге дифференцированный тамақты жейсіз, бірақ қандай тамақ жеуді білу керек та, дифференцированный диета болу керек. Қазір бұл қарындасымыз дифференцированный диета болып, қазір осындай формаға түсіп қалды. Қазір қыздарымыз күліп отыр, келгенде бірада үлкені дөп. Қазір уже пішіріп, бұл формаға келіп отыр. Енді не деші бұдан? Енді халық, сіздерге айтпақшымын, народный медицинаны қолданыңыздар. Қазір екінің бірі инсульт, екінің бірі инфаркт, екінің бірі қазір шөлтеудің болып жатыр. Соның бәрі бауырдың, қанның қоюлығынан болады. Соның бәрі можно предотвратить алдын-аса болады соның барлығы. Соның үшін біздің центрдің қызметін сіздерге не дейміз? Предлагаем, келіңіздер, емделіңіздер, біз бәрі сайтты көрсеңіздер, біз табасыздар. Не айтпақсыздар көрерменшілерге? Келіңіздер, емделіңіздер, шөп дәрілерді ішіп, Аллаға шүкір, денсаулығым жақсарып келе жатыр. Ағайға рахмет. Пациенттеріміз риза. 16 түрлі емдік процедураларымыз бар. Бірақ ең асаны біз шұғылданатын тірлігіміз біз бауыр тазалауына шұғылданамыз. Бауыр это лаборатория. Бауыр тазаласа бәрі ол бауыр істеп береді қанды. Бізде бауыр тазаламайды да, оның үстіне дәрі капельница басып құяды да. Бауыр тазалау керек. Бауыр тазалау үшін адам тамақты тойлау керек, не жеуін білу керек. Ойлаңыздар, медсестрасын отырғызған, реклама қылады деп. Бұл факт, мына отырған. Тем более қарындасымыз қажыға кетейін деп жатыр әзір. Қажыға баратында бұл өтірік сөйлемейді ол. Болды, рахмет сіздерге.